Құрметті президент Тоқаев мырза, бүгін бейсенбі күні шілденің 21-ші жұлдызы, осы аптаның басында Марғұлан Боранбай мен Танат Намазбаевқа соттың үкімі шықты. Біз сот үкімінен мүлдем келіспейміз. Біздің ойымызша бұл соттың үкімі әбден саясиландырған, басқа сыймайтын деп білеміз ондай соттың үкімі. Өйткені бұл жігіттердің жазбауларының нәтижесінде Құдайға шүкір ешкім өлген жоқ, ешқандай бұзақылық болған жоқ. Танаттың жазбалары тіпті сарказмге жатады деп есептейміз. Сондықтан бұл соттың шешімі жоғарғы сот тағы да қарастырып, керек болса Генеральная прокуратура жаңадан сараптаманы жасап, жігіттерге соттың үкімін өзгертуге талап етеміз. Ұлтшылдық идея ол нацизм емес. Ұлтшылдық идея ол ұлттық мемлекеттің негізі. Ұлтшылдық деген ол өз ұлтын сүю деген сөз. Ол басқа ұлттарды кемсіту немесе жою деген білдірмейді. Барша дүниежүзінің 70-80 мемлекеттердің 70% ол ұлттық мемлекеттері. Қазақстанда қазақ ұлтының мемлекеті болуы тиіс, демократиялық мемлекет болуы тиіс. Ол басқа ұлттарды кемсіту деген сөз емес. Сондықтан біз осында Алматыда жиналып, сізге құрметті президент Тоқаев мырза осындай үндеу тастап тұрмыз. Мына жігіттер босатылсын. Дұрыс айтып тұрмын ба? Босатылсын. Бұл жігіттер босатылсын. 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 Бостандық. 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 Міне, рахмет, Алла разы болсын. Рахмет сіздерге.